Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге петуния гүлін егетін боламын. Бұл жерде петуния гүлінің бірнеше түрі бар. Жай петуния, ампельді петуния, жартылай ампельді петуниялар бар. Жалпы петуния гүлі есік алдында әдемі құлпырып өседі. Қазіргі блогерлердің арасында өте танымал болып жатқан гүлдердің бірі. Сондықтан осы петуния гүлі актуалды болып тұр. Осы петуния гүлін мен де жыл сайын тұқымнан егемін. Өзімнің жинаған тәжірибемді сіздермен бөлісуді жөн көріп отырмын. Петуния гүлі өте әдемі. Тұқымнан еккеннен бастап гүлдеуге дейін ұзақ уақыт кетеді. Еккеннен соң 5-6 ай уақыт өткеннен кейін ғана бұл гүл гүлдейді. Сондықтан біздер де қыс айы ұзақ болғандықтан қаңтар ақпан айларында біз петуния гүлін егуге кірісетін боламыз. Егер оңтүстік өңірде тұрсаңыз, тіпті желтоқсан айларында егіп бастағандарыңыз жөн болады. Мен батыс өңірде тұрамын. Бізде көктемнің келуі ол сәуір айының аяғы, мамыр айының басы. Сондықтан мамыр айында толық көктем кіреді. Міне біздер қаңтар ақпан айларында петуния гүлін егуге кірісеміз. Бірнеше сорттарын видеода көрсетіп шықтым. Өте әдемі сорттар, әрқайсысы өзінше ерекше. Бұл жерде ресейлік өндірушілерден петуния гүлі бар, және бір петуния Қазақстан өндірушілерінен Қостанай қаласынан шығады. Міне, және атақты болып жатқан блогерлер арасында рекламасы мықты болып жатқан агрофирма партнердің петуния гүлінің бір сортын мен де егуді жөн көрдім. Қалғандары кәдімгі Аэлита фирмасы, яғни бағасы ондай қымбат емес петуниялардан да алдым. Жалпы мен реклама қумаймын, жарнама қумаймын. Мен бағасы да халыққа, адамға тиімді және қолайлы болатын гүлдерді еккенді жөн көремін. Міне, мына жерде петуния гүлдерінің әрқайсысында 5-10 тұқымнан бар. Петуния гүлін егу үшін маған түссіз контейнер қажет болады. Сіздер егер дүкенден көріп жатсаңыздар, дайын кассета алып ексеңіздер болады. Сондықтан айырмашылық жоқ. Мен кәдімгі контейнерді алдым. Кейін алдағы уақытта қайта егетін боламын. Орысша айтқанда пикировка жасайтын боламын. Сондықтан барлығын бір ыдысқа контейнерге, түссіз крышкасы жабылатын контейнерге егуді жөн көрдім. Контейнердің астын қайшымен тесіп алдым, және жақсы жеңіл ауа су өткізетін құнарлы топырақпен толықтырамын. Топырақ міндетті түрде жеп-жеңіл болған дұрыс. Жоғарғы деңгейлі торф міндетті түрде торфтан жасалған топырақ болуы керек. Егер дайын гүлдерге арналған цветочный топырақ алсаңыздар, оның құрамына мән беріңіздер. Кәдімгі чернозем сияқты болмасын, өйткені егер топырағыңыз жеңіл болмаса, петуния тұншығып шықпай қалуы әбден мүмкін. Сондықтан топырақтың құрамында міндетті түрде көңіл бөліңіздер. Топырақты салғаннан кейін шамалы қолыммен басып тығыздап алдым. Қатты басып тығыздаған жоқпын. Қатты баспаңыздар, жай ғана тегістеп шықсаңыз болады. Тегістеп алған топырақтың бетіне кішкене арықшалар жасап алғым келіп тұр. Бұл арықшаны неге жасаймын? Себебі арықшалар тұқымның бірдей, бір қалыпты, бір сызық боюмен өсуіне және бір деңгейде жатуға бірден бір себеп болады. Екінші, бұл арықшалар петуния гүлі ертең тұқымын жарып өскен кезде жан-жақтарын топырақпен толықтырып, төменгі жақтарын нығыздап жіберуге ыңғайлы болады. Сол арықшаға жатқызамыз. Яғни қазір пульверизатормен су сеуіп суарған кезде осы петуния гүлдеріміз тұқымдары орнынан жылжып кетпейтіндей болады. Бұл арықша жасау өте ыңғайлы, және мысалға бір контейнерде мен сияқты бірнеше гүлдің сортын егетін болсаңыздар, сол контейнердің әр қатарда әр түрлі
сорттарды егіп жазып қоюыңызға болады. Өте ыңғайлы, қай қатарда қандай гүл жатыр, ертеңгі уақытта, орысша айтқанда пикировка жасаған уақытта сіздерге ыңғайлы болады. Бұл контейнерде тек қана өсіп тұрмайды, алдағы уақытта 2-3 жапырақ шыққаннан кейін басқа ыдысқа қайта көшіретін боламыз. Сондықтан осындай контейнерге арық жасап алу өте ыңғайлы. Сіздерге де жасауды ұсынамын. Әдетте бұрын біздер петуния гүлін, тіпті кез келген гүлді еккенде топырақты салып бетіне шаша қоятынбыз. Бетіне шаша қойсаң, ол әр жерден, мысалға бір жерде 3 бірдей петуния гүлі шығып, бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Ал мына жағдайда петуния гүлдері әрқайсысы жеке-жеке бөлек-бөлек тұрады. Ол өте ыңғайлы. Арнайы арықшалар жасап алдық және пульверизатормен міндетті түрде суарып шығамыз. Егер жай суды стаканмен құя салсаңыз, жаңа жасаған арықшаларыңызда жоғалып кетеді, топырақтарыңызда біркелкі болмайды, өйткені топырақ бірдей деңгейде жату керек. Себебі ертең тұқым бір жерде астында қалып қояды, бір жерде үстінде қалып қояды, яғни ыңғайсыз жағдай туғызады. Сондықтан міндетті түрде пульверизатормен, яғни су сепкішпен суарғандарыңыз дұрыс болады. Осылай жасап болдық. Енді гүлдерімізді алып әр қатарға әр түрлі гүлдерді отырғызып шығатын боламыз. Ең бірінші қатарға мен Агрофирма партнердің петуния гүлінің тұқымын егуді жөн көрдім. Қолымызға алдық. Ыдыста бар болғаны 5 түйір тұқым бар екен, және ол грануламен қапталған. Себебі петуния гүлінің тұқымы өте ұсақ. Бұл гранулаға қапталған бізге егу барысында өте ыңғайлы. Бірінші қатарға Агрофирма партнердің тұқымын ектім, сондықтан пакетінің сыртына бірінші қатар деп жазып қойдым. Екінші қатарға осындай тигровый петунияны жатырмын. Ол да тұқымы бар болғаны 5-ақ түйір екен. Партнерға қарағанда бағасы арзандау, 2 есе арзан. Бұны да өсіріп көрелік, себебі өте ерекше, әдемі. Видеоны тамашалап отырыңыздар. Алдағы уақытта егер сұрақтарыңыз туындап жатса, комментарийда қойып кетіңіздер. Менің каналыма жазылып қойыңыздар, себебі осы петунияның өсу барысын видео етіп сіздерге салып отыратын боламын. Петуния гүлін осылай егіп шығамыз, және сіздер петуния гүлін егіп қойғаннан кейін міндетті түрде күн сайын крышкасын ашып тексеріп тұрғандарыңыз жөн болады. Себебі ылғалдылықты қадағалап тұру қажет. Яғни ылғалдылық қаншалықты дұрыс, қаншалықты ылғалдылығы жоғары, топырағымыз ылғалма, топырағымыз қатты шылқып кеткен жоқ па, немесе топырағымыз қатты құрғап кеткен жоқ па, міне соның барлығына мән беріңіздер. Пульверизатор міне өте ыңғайлы құрал болып табылады. Сіздер ылғалдылық деңгейін пульверизатор арқылы суарып қадағалап тұрасыздар. Сіздер қазір менде сұрақтар келіп жатыр, теплый полға қойсақ бола ма деп. Не, теплый полға қойсаңыздар, астынан ыстық соғып тұрғандықтан мысалға топырағымыз тез кеуіп кетуі мүмкін. Сондықтан соның бәрін қадағалаңыздар. Яғни теплый полда тұрса, топырағыңыз ылғалма, соны қадағалап тұрыңыздар. Яғни кеуіп кетпесін ол. Және батареяның үстіне қойып, мысалға мен өткен жылдары үй салқын болған кезде, мысалға отоплениенің батареясы бар ғой, соның үстіне қойып егіп жүрдім. Сол кезде де мен де мысалға қатты кеуіп кетпеуін, қатты шылқып кетпеуін қадағалап тұрдым. Және қазір біздер мысалға петуния гүлі шыққаннан кейін фитолампаның немесе жай светодиодты лампаның астына қоямыз ғой. Сол кезде де жарық өте көп, ана жер ыстық болған кезде топырағымыз бір күннің ішінде кеуіп кетуі мүмкін. Сондықтан қатты ыстық болған кезде мысалға бір күнде бірнеше рет пульверизатормен суарып тұру қажет болатын шығар. Міне соның бәрін аңғарып тексеріп отырыңыздар. Және шылқып кетіп жатқан жағдайда, егер петуния шығатын болса, егер көп су құйып қойсаңыз, онда черные ножки деген ауруға тап болады. Яғни сол су шылқып тұрған топырақпен байланысып тұрған сабағы шіріп кетеді. Міне соның барлығын, өте аурулары өте көп, сондықтан соның барлығын ескеріп қадағалап тұрыңыздар. Әрине қыс айында гүл егу оңай емес. Тұқымды шаша салып шығуы мүмкін, бірақ біздің ауа райы оған келмейді. Сондықтан өкінішке орай қыс айларында үйімізде егуге тура келеді.
Петуния гүлін үй жағдайында еккен кезде көп нюанстар бар. Егер менің айтқан ақпаратым жеткіліксіз болса, орыс тілінде орыс блогерлеріміз, орыс апайларымыз өте түсінікті, басынан бастап соңына дейін қылғынып түсіндіріп жатады. Міне соларды да тыңдаңыздар барынша. Егер орыс тілін дұрыс түсінбеймін десе, маған сұрақ қойыңыздар, мен сіздерге жеткізіп беруге тырысамын. Сондықтан қазір YouTube каналда өте видео көп, ақпарат өте көп. Үйренем деген, яғни ниеттенген, гүл өсірем деген адамдарға жеткілікті ақпарат бар. Міне петуния гүлдерін осылай егіп шықтым, барлығын қойып шықтым. Видеода көрініп тұрған шығар, көздеріңізде әппақ болып көзге түсіп тұр. Міне ақ түсті. Сол петуния гүлінің гранулданған петуния гүлдерінің тұқымы. Петуния гүлдерін гранулдаған өте ыңғайлы, себебі петуния гүлінің тұқымы өте ұсақ. Егер бұлай біз оны ұстап еге алмаймыз. Тіптен парақтың үстіне қойған кезде, ақ парақтың үстіне қойған кезде де көру бізге қиындыққа соғады. Міне петуния гүлдерін егіп болдық. Петуния гүлін егіп болғаннан кейін тағы да пульверизатормен суарып шығамын. Жай сумен суарсаңыз да болады, немесе эпин, циркон, HB101 деген препараттарды қосу арқылы суарсаңыздар болады. Енді бұл тұқымдар бізде өңделген, сондықтан жай сумен суарғаныңыз жөн. Қазір осы дайын болған гүлімізді ешқандай құм сеппейміз. Кейбір орыс блогерлер жаңағы песок шегеғым сеуіп жатады. Менде шегеғым болған жоқ, сондықтан мен ештеңе сепкен жоқпын. Крышкасын жауып, теплый полдың үстіне қойып қойдым. Енді келесі алдағы уақытта видеоларды күтетін боламыз. Менің видеоларымды қарап отырыңыздар.